Асылым менің, ардағым менің, сұлтаным. Саған ақ тілекпен аналық мейірімге толы сәлем жолдаймын. Қалың қалай, амансың ба жаным балам? Әскердегі өміріңе бейімделіп, жаттығуларыңа төселіп қалған шығарсың. Ана жүрегінен шыққан хатымды саған жолдап отырмын. Сағындым сені, ел қорғайтын ер азамат болып, алыста әскерде жүрсің. Сенің әр күнің, әр қадамың біз үшін қымбат. Сен бір тал ұлымсың, менің үмітім, тірегім, мақтанышымсың. Сен үшін күнде тілек айтып, жүрегіммен тілдесіп отырам. Балам, елге адал қызмет ету үлкен мәртебе. Бірақ есіңде болсын, қайда жүрсең де мейірім мен кішіпейілділікті серік ет. Жаның таза, жүрегің жылы болсын. Шаршаған шақта мені есіңе ал. Мен саған үнемі тілеулеспін. Біз сені әр кеш сағынышпен еске аламыз. Хатыңды асыға күтеміз. Аман жүр, елге, жерге абыроймен орал. Жаныңда тыныштық, жүрегіңде сенім болсын жаным. Бір тал ұлым, сұлтаным менің. Біз үйдегілер бәріміз саған күнде тілек айтып, жақсы хабар күтіп отырамыз. Сен біз үшін үлкен мақтанышсың. Отан алдындағы парызыңды абыроймен атқарып жүргеніңе жүрегіміз жылып, әр қашан саған демеу болуға тырысамыз. Көңілің көтеріңкі, жүрегің сергек болсын жаным. Үйде бәрі жақсы, сенің аман есен жүргенің біз үшін ең үлкен қуаныш. Жақсы хабар күтемін, хат жазып тұр балам. Саған аналық ақ батамды беремін. Денің сау болсын жаным, атыңа лайық бол. Қайда жүрсең де жолың болсын жаным. Сағынған анаңнан.